Так, ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Начнем, иншаллах. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду ва настагфируху ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Бүгін иншалла бізде ад-дарсан ат-таси ашара вал ашрун 19 және 20 сабақтар. Ол тақырып ал-адад. Ал-адад деген сан дегенді білдіреді. Сандардың да өздерінің өзіндік бір ережелері бар. Сандардың да араб тілінде құрастырудың өзіндік ережелері бар, және иғропта да өзіндік ережелері бар. Сондықтан оларды жайлап иншаллах танысасыңдар. Бірінші томда міне 1-ден 10-ға дейін таныс боласыңдар. Иншалла екінші томнан бастап уже барлық сандарды өте бересіңдер иншалла. Одан да үлкен сандарды. Ал-адад дегеніміз сан дедік, иә? Енді біз бірді және екіні құрастыруды білеміз, иә? Бірді және екіні біздер құрастыруды білеміз. Оны қалай құрастырамыз? Бір дегенді, мысалы, менің бір әпкем бар дегенді біз қалай айтамыз? Ли ухтун вахидатун. Иә? Ли ухтун вахидатун. Ал менің бір ағам бар десем, ли ахун вахидун дейміз, иә? То есть бір деген сан, сестры, бір деген сан. Бізде наат конструкциясында жүреді. Наат манут конструкциясында жүреді. Ол не деген сонда? Ухтун деген манут болады да, вахидатун наат болады. Наат деген сөз, ол ереді деген сөз. Төрт нәрседе ереді. То есть числода, мысалы, біз көріп тұрмыз, біреу. Так, ухтун деген женский род, вахидатун деп тамарбутаны қостық. Мысалы, ахун деген мужской род, бұған вахидун дедік. То есть вахида деген, то есть наат манут конструкциясында жүреді, және ол кейін жүреді, көрдік па? Міне кейін жүреді. То есть санап жатқан нәрседен кейін жүреді, түсінікті ма? Мысалы, ли ухтун вахидатун деп айтамыз, немесе ли ахун вахидун деп айтамыз, түсінікті ғой? Ал екі деген санды сендер иншалла білесіңдер, ол мусанна, иә? Мысалы, ли ухтани дейміз, иә? Мысалы, ол ли ухтани, екі дегенді білдіреді, солай ғой? Сосын оның қасына иснатани деп айтуға болады, қосуға болады. Ли ухтани иснатани деп айтуға болады. Мысалы, ли ахауани, үшінші әрпі шығады бұл жерде, екілікте айтқанда, ахауани иснани деп та қосып айтуға болады екен, түсінікті ма? Қосып айтуға болады. Бірақ айтпауға да болады, себебі ухтани, ахауани деген сөздерден біз уже екілік екенін білеміз, солай ғой? Екі екенін білеміз, түсінікті ма? Оны құрастыру білеміз. Ал енді 3-тен 10-ға дейін не бастайды? 3-тен 10-ға дейін. Неге олай бөледі? Потому что бірде, екіде өзіндік ережесі бар құрастырудың, иә? Ал 3 пен 10-ның құрастыру ережелері бірдей. Сондықтан 3 нәрсені сана немесе 10-ға дейін сана, мысалы 10 нәрсені сана, ол ережелері бір. Түсінікті ма? 3 кітап десек та, 10 кітап десек та, мысалы 5-6 кітап десек та, оның ережелері бір. Түсінікті ма? Сондықтан да бірдей қарастырады. Енді ал-адад. Ал-адад мин саласати иля 10 юхалифул мa'дуд. Юхалифул мa'дуд фи тазкир ва танис. Ал-адад мин саласатин иля 10 юхалифул мa'дуда фи тазкир ва танис. Не дейді? Сан дейді 3-тен 10-ға дейін мa'дудпен юхалиф дейді. Қарама қайшы дегенді білдіреді. Разница, то есть қарама қайшы, фит тазкир ва танис, то есть родта екеуі қарама қайшы жүреді дейді. Ол не деген сөз? Юхалифул мa'дуд. Егер санымыз женский род болатын болса, санап жатқан нәрсеміз, мысалы, женский род болатын болса, санап жатқан нәрсеге қараймыз ғой біздер, санды. Санап жатқан нәрсемізге қараймыз. Женский род болса, онда санымыз мужской род болады, понимаете? Мужской род болады. Егер санап жатқан нәрсеміз мужской род болса, онда санымыз женский род болады. Понятно? Біз бірінші санды құрастырамаймыз, біз бірінші нені құрастырамыз? Санап жатқан нәрсемізді құрастырамыз. Так, ары қарай. Санап жатқан нәрсемізді қараймыз. Мысалы, кітап санаймыз ба? 3 кітап дейміз ба? Біз бірінші кітапты қараймыз, иә? Мужской род, значит, санды женский род қылып жазамыз. Женский род қылып жазғанда не істейміз? Бізде тамарбутаны қосып жазады, түсінікті ма? Әй дейді, то есть дегенді білдіреді бұл.
إذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يكون مؤنثا وإذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يكون مذكرا дейді. То есть дейді, егер біздің мағдудымыз музаккар болатын болса, онда ададымыз, санап жатқан нәрсеміз, санымыз бізде муаннас болады, женский род болады. Ал егер біздің санап жатқан нәрсеміз женский род болса, онда біздің санымыз мужской род болады дейді. Түсінікті ма? Мынаның юхолифул маудуда фиттазкир ва таънис деген нәрсенің бізге более ол не деген нәрсе екен подробно айтқан, түсіндірген мәселе. Түсінікті ма? Әрі қарай. Вал мағдуду якуну жам'ан мажруран бил идофати, ай якуну мудофан илейхи. То есть біздің мағдудымыз жамғу түрінде жазылады. Жазылғанда жамғу түрінде жазылады. 3 пен 10-ға дейін аралығындағы мағдудымыз жазып атқанда жамғусын жазамыз, көпше түрін жазамыз. Мәжрур қылып жазамыз, бил идофа дейді. Не дейді? Мәжрур бил идофа. Значит, біздің санап жатқан нәрсеміз бен санымыз идофаны құрайды. Мынау санымыз, значит, мудоф болады да, мынау мудофун илейхи болады. Түсінікті ма? Мынау мудофун илейхи болады. Енді мысалдарға қарайық. Ережелерге сәйкес бізде мысалдар бар. Не дейді? Әмсилатун лил мағдудил музаккари. Біздің мужской род болып келген мағдудымыз, санап жатқан нәрсеміз дейді, соларға мысал. Сәләсәту туллабин. Туллабин мудофун илейхи дейді. Сәләсәту туллабин. 3 студент. Туллаб бізде мужской род. Сондықтан санымызды біз сәләсәту деп тамарбутамен айтамыз. Түсінікті ма? Сосын толибун демейміз, толибин демейміз, туллабин деп көпше түрін жазамыз. Түсінікті ма? Және бұл санымыз мудоф болса, мынау мудофун илейхи сөстірі. Түсінікті ма? Мудофун илейхи болады. Екеуі идофаны құрайды. Ал бұл джумля ма сөстірі? Сәләсәту туллабин деген джумля ма? Джумля муфида ма? Пайдалы сөйлем ба? Сөйлем болып санала ма? Ал айтыңдар. Сәләсәту туллабин. 3 студент. Саналмайды. Неге? Потому что біз білеміз, джумля исмия, мысалы болатын болса, оның ішінде ең басты мүшелері не болу керек? Мубтада және хабар болу керек. Солай ғой. Мубтада хабар болмаса, мубтадасы оның немесе хабары болмаса, онда джумля муфида болып саналмайды. Мысалы, сәләсәту туллабин, 3 студент, и что 3 студент, есте туған, да, непонятно, қайсы мубтада, қайсы хабар жоқ бұл жерде, мысалы, мынаны мубтада деп алсақ та, понимаете? Сондықтан сөйлемдің құрастырымын қараймыз. Сөйлемнің құрастырымын обязательно қараңдар. Арбағату риджалин. Арбағату риджалин. 4 ер адам дейді. Арбағату. Неліктен біздер тамарбутамен қойыстық? Тамарбутамен жаздық. Себебі риджалин деген роджулин деген сөздің көпше түрі. Солай ғой. Біздер санды құрастырғанда сөстір, обязательно оның жекеше түріне қараймыз. Түсінікті ма? Жекеше түріне. Мысалы, толибун дедік, мужской род екен анықтадық, білдік, сосын оны санын женский род жаздық. Сол сияқты роджулин білдік, мужской род, так, значит, оған санды 3-тен 10-ға дейін сөстір. Санды женский род қылып жазамыз. Егер муфрады мужской род болса, обязательно смотрим на муфрад. Но пишем джамгу. Понятно? Хомсату кутубин. 5 кітап. Хомсату кутубин. Ситтату абуабин. 6 есік. Бабун деген жекеше түрі, ситтату деп обязательно айтады. Сосын, мына жерде идофа құрағасын, олар сөстірі, идофа құрағасына ситтату деген хомсатуна сандар несі жазылады, танвинсіз жазылады. Понятно? Танвинсіз жазылады. Неге? Потому что олар мудоф. Олар мудоф болғандықтан. Айнди сабату ақламин. Бұл джумля муфида. Айнди бұл жерде не болады? Айнди деген бұл жерде жаңағы шипхул джумля, хабар, алдыға шыққан хабар. Сабату деген сөстір. Сандар
сандар, иә, 3-тен 10-ға дейінгі сандар, сестры, 3-тен 10-ға дейінгі сандар. Кез келген сөйлем мүшесі бола алады иғропта. Кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Түсінікті ма? Значит, сабату мына жерде не болып тұр? Мубтада болып тұр, понимаете? Конструкциясы жағынан сабату мубтаданың орнына түсіп тұр. Айынди сабату ақламин. Түсінікті ма? Сондықтан мына жерде даммамен тұр. Неге даммамен? Себебі мубтада всегда марфуғын. Понятно? Сабату сонда мубтада муаххар болады да, уахуа мудоф, ақламин мудофун илейхи. Түсінікті ма? 3-тен 10-ға дейінгі сандар кез келген сөйлем мүшесі бола алатынын ескереміз. Кез келген сөйлем мүшесі бола алатынын ескереміз. Мысалы, мына жерде барлық сөйлемдер бізде роф септігінде берген, мына сандарды роф септігінде келтірілген. Тек кітапта бір ғана мысал бар, когда ол мудофун илейхи болып санымыз касрамен келген, да? Мысалы, бұл мудоф болады, ал мудоф кез келген падежде бола алады ғой, кез келген септікте бола алады, иә? Солай ғой, сондықтан кез келген сөйлем мүшесі бола алады. 3-тен 10-ға дейінгі сандар. Мысалы, мына қалам, хазал қоламу, мына қалам, 3 студенттен деп айтсам, мин сәләсәти туллабин деп айтам. Мин сәләсәти туллабин деп айтам. Хазал қоламу мин сәләсәти туллабин. Ол не деген сөз? Мына қалам 3 студенттен. Мына қалам 3 студенттен. Ал хазал қоламу, хаза мубтада, ал қоламу не болады? Бәділ болады, исім ишарадан кейін әл артикльмен сөз келсе, ол бәділ. Мин сәләсәти туллаб. Мин харф жар. Значит, одан кейін бізде обязательно не болады? Исім мәжрур болады. Сондықтан сәләсәти деген бұл жерде кәсрамен тұр. Түсінікті ма? Мин харф жар, сәләсәти исім мәжрур. Вахуа мудоф, туллабин мудофун илейхи. Понятно? Мин сәләсәти туллабин бізде шибхул джумля мин сәләсәти құрайды. Не болады? Ол хабар болады. Түсінікті ма? То есть, бұл сандар кез келген сөйлем мүшесі бола алатынын білеміз. Кез келген сөйлем мүшесі бола алады, сестры. Тағы да мысал айтатын болсақ, мұғалім 5 студенттің қасында, 5 студентпен бірге дейтін болсақ, әл-мударрису ма'a хомсати туллабин. Ма'a хомсати туллабин. Ол не? Мұғалім 5 студентпен бірге. Ал ма'a не ол бізде? Зорф макан. Зорф макан. Зорф макан мансубун аламату насбихил фатха ва хуа мудоф. Хомсати касрамен мудофун илейхи majrurun ва аламату жаррихил касра ва хуа тағы да мудоф. Ондай болады двойной цепочка, туллабин мудофун илейхи. То есть бұл сандарды көріп тұрғанымыздай кез келген харакатпен тұру мүмкін. Неге? Себебі қандай сөйлем мүшесі болады, соның орнын алады. Солай емес пе? Сондай сөйлем мүшесі болады. Мысалы, сендер білесіңдер мафғулун бихи дегенді. Білесіңдер ғой, өткенде айтылды ма? Мысалы, мен 3 студентті көрдім дейтін болсам, мен айтам руайту сәләсәтә туллабин деймін. Неге мен сәләсәтә фатхамен қойып қойдым? Себебі сәләсәтә бұл жерде не болып тұр? Мафғулун бихи болып тұр. Мафғулун бихи деген менің көру әрекетім соған түсті деген сөз. Әрине мен туллабтарды көрдім. Мағынасы бойынша әрине мен студенттерді көрдім, мен 3-ті көрген жоқпын ғой. Бірақ сөйлемнің конструкциясында 3 студент деп айтамыз ба? Біз осылай құраймыз. Понимаете? Сондықтан да сәләсәтә деген бізде мафғулун бихидің орнын алып кетіп тұр. Түсінікті ма? Мафғулун бихидің орнына түсіп тұр. Руайту сәләсәтә. Мафғулун бихи всегда мансуб. Сондықтан мына жерде фатха тұр. Понятно? Сәләсәтә мысалы, руа фиғыл десек, әтта бұл же тәуіл фағыл болады. Сәләсәтә мафғулун бихи мансубун ва аламату насбихил фатха ва хуа мудоф.
туллабин мудофун илейхи мажрур ва аламату жарихи аль-касра. То есть біз білдік 3-тен 10-ға дейінгі сандар кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Түсінікті ма? Бұл жерде әрине тек кітапта бізде бірінші томда бұл әрине тек қана роф септігінде жағдайында берген, бірақ сендер білесіңдер, е? Сәмәну хәзәл китаби, мына кітаптың бағасы сәмәнияту риялятин. Бұл да джумля муфида. Бұл да джумля муфида. Сәмәну деген муптада, е? Хәзә сестры. Сәмәну хәзәл китаби. Сәмәну муптада ва хуа мудоф болады. Хәзә мудофун илейхидің орнында болады, сестры. Түсінікті ма? Мудофун илейхидің орнында. Әл-китаби соған бәділ болып тұр. Сондықтан мәжрур болып тұр кәсрамен. Түсінікті ма? Бұл сәмәнул китаби деген идофа. Мысалы, мына хәзәні алып тастасақ, сәмәнул китаби деген идофаны құрап тұр негізі. Сәмәнул китаби кітаптың бағасы дегенді білдіреді. Е, бұл идофа. Бірақ оған ортасына не кіріп кетіп тұр? Хәзә кіріп кетіп тұр, понимаете? Сондықтан хәзә бұл жерде мудофун илейхидің орнын алып тұр, исім ишара. Бірақ одан кейін әл артикльмен сөз келіп, мынау бізде бәділ болып, мәжрур менен кәсрамен тұр. Түсінікті ма? Сәмәнияту не 8 деген сөз. Ол не болады? Ол не болады Европта? Ол хабар болады. Түсінікті ма? Ол хабар ва хуа мудоф риалятин жаңағы мудофун илейхи болады. Понятно? Бұл джумля муфида. Джумля муфиданы қарастыруға болады Европын, неге бұлай тұр деген сияқты. Ли тисғату ағмамин. Менің 9 дядям бар дейді. Ли тисғату ағмамин. Тисғату бұл жерде муптада муаххар болып тұр. Ли алғашқан хабар. Түсінікті ма? Сондықтан да бұл жерде даммамен тұр. Фи хазал фасли ашарату туллабин. Бұл класста 10 студент бар. Фи хазал фасли шибху джумляны құрайды. Ашарату бұл жерде тағыда не болады? Муптада болады. Понятно? Әрі қарай бізде мына енді әмсилатун лил мағдудил муаннаси дейді. То есть женский род болғанда дейді санап жатқан нәрсеміз. Онда не істейміз? Адатты қалай құраймыз? Соған мысалдар. Сәләсу толибатин. 3 студентка. Сәләсу. Неге тамарбутасы? Себебі толибатун деген бұның муфрады. Бізде не? Женский род. Сондықтан санды 5 тамарбуты құраймыз. Түсінікті ма? Сәләсу деп. Музаккар қылып. Мужской род қыламыз. Түсінікті ма? Сосын арбау нисаин. 4 әйел. Хомсу калиматин. 5 сөз. Ситту сағатин. 6 сағат. Айнди сәбу дарроджатин. Менде не дейді? 7 велосипед бар дейді. Сәбу 5 тамарбуты. Неге? Потому что дарроджатун деген оның муфрады. Женский родта. Сәмәну хазал китаби сәмәни рубиятин. Сәмәни дейді. Ол не деген сөз? Сәмәни. 8 деген сөз, е. Бұның асылы, сестры, сәмәнию бұл жерде негізі дамма. Сәмәнию. Е? Себебі сәмәниятун дегенде мына жерде тамарбуттан қосқанда алдын фатхалайды ғой всегда. Ал мына жерде сәмәнию негізі асылы. Е? Бірақ арабтарға, сестры, яның үстіне, я тұр ғой аяғында, оған дамманы айту қиынға соғатта, қиын оларға. Сондықтан мына дамманы алып тастайды. Түсінікті ма? Дамманы алып тастайды да, сәмәни деп оқиды. Всегда. Ол маған оңай екен, мен дамманы оқи алам екен, мен оқи берем дегенді болмайды. Түсінікті ма? Ол ереже сондай. Сәмәни деп ядан дамманы қысқартып тастаған, алып тастаған. Көрінбейді ол дамма бізге. Түсінікті ма? Көрсетпейді. Оны иншалла 2-ші томның 1-ші сабақтарында бар, бұндай сөздер бар, специальный сөздер бар. Артында я әрпі тұрады да, я? Ол я әрпінде, мысалы, тәнуин, даммал тәнуин тұрады, мысалы, я? Оны сосын алып тастайды, қиынсынады. Сонда я жаңағыдай харакатсыз қалады да, понимаете? Оның более подробно, иншалла, 2-ші томның 1-ші сабағында бар. Соқтан сәмәни деп сендер таңқалмаңдар, сукунға бітпейді ғой обычно сөздер, исім сөздер, я? Исім сөздер обычно бір харакатпен бітеді. Дамма, кәсра немесе фатхаға. Ал мына жерде сукун.
Бұл асылғы сукун емес, әрине. Сендер біліңдер. Бұны подробно екінші томның бірінші сабағында өтесіңдер. Сондықтан сәмәну хәзәл китаби сәмәни рубиятин дегенде сәмәни бізде не болады? Бізде хабар болады. Негізі марфуғын роф типтігінде дамма бар, бірақ дамма бізде мұқаддара болады. Көрінбейді, иә? Бар ғой бір кейбір сөздер бізге көрінбейтін соңғы харакаттар. Сол сияқты бұның да сондай положение, сестры. Түсінікті ма? Подробно иғробын пока бермейміз. Ли, так, мына жерде ли тису амматин. Менің 9 тетям бар дейді, иә? Менің 9 тетям бар. Тису бізде не болады? Мубтада, муаххар болады, иә? Ли шибхул жумла алдыға шыққан болады. Түсінікті ма? Түсінікті. Фи хазал фасли ашру толибатин. Фи хазал фасли ашру толибатин. Мына класста 10 студентка бар дейді. 10 студентка бар дейді. Ашру. Ашру байқасақ мына сукунмен тұр. Ашарату дегенде міне фатхамен тұрады. Бірақ әртүрлі былайда кездесе береді, негізі иншаллах запоминайте просто. Понятно? Аль-хукму фи тазкирил адади ва та'нисихи. Оның ережесі дейді, жаңағы санның, иә, мужской род болуы немесе женский род болуының ережесі хукмы, иә, не дейді? Алал муфрадил маудуди. Муфрадында дейді, санап жатқан нәрсеміздің муфрадын қараймыз, сестры, солай ғой. Санап жатқан нәрсеміздің муфрадын қараймыз, жамусын қарамаймыз. Уалайса алал жамғ дейді. Уалайса алал жамғ дейді. Мысалы дейді, хомсату кутубин. Уннисал ададу خمسة لأن المفرد في المعدود مذكر كتاب дейді. خمسة كتب деген сөйлемде, сөйлем емес бұл жаңағы выражениеде, сөз тіркесінде خمسة كتب. Китабун дегенге қараймыз, иә, муфрадына қараймыз дейді, сосын خمسة деп уннис дейді, женский род болды дейді, түсінікті ма? Так, сосын саманияту риалятин деген мына жерде мысал болған бізде, иә? Саманияту риалятин. Бір түріне қарасаң, осы сыртқы келбетіне, осы тұрған күйіне қарасаң, біздер ойлаймыз, риалят деген жаму аннас сәлім ғой, иә? Көпше түрінде. А саманияту бұл жерде тоже көпше жаңағы женский родта жазған. Мынау женский род, мынау женский род. Бір көзге қарасаң. Бірақ біз білеміз не дейді? Уннисал ададу саманияту لأن المفرد في المعدود مذكر дейді. Потому что риалят деген сөзінің біз муфрадына қараймыз. Ал муфрады мужской род, риалун деген болады. Түсінікті ма? Муфрадына қарадық, саманиятуды құрдық, женский род қылып, сосын бірақ мынаның риал деп жазбаймыз, риалят деп жазамыз. Потому что ереже сондай. Түсінікті ма? Көпше түрінде жазамыз. Это понятно, сестры? Понятно. Так, сандар кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Сандар кез келген сөйлем мүшесі бола алады. Сондықтан да оны кәдімгі сөз сияқты қарастырады даже. Түсінікті ма? Даже ойланбайсыңдар. Главное, сендерге осыны дұрыс құрастыруды естерінде сақтандар. Дұрыс құрастыруды естерінде сақтандар. Себебі үлкен сандар, ертең барғанда 65.199 деген сияқты нәрселердің барлығын сендер кішкентай сандардың ережесін білсеңдер, иншалла үлкен сандарды құрастыра аласыңдар. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Мысалы, 100.005 дегенді айту керек болса, 100.005 дегенді айту керек болса, мысалы, иә? Ой, 105.005 болып кетті, ладно. 105.005, мысалы, иә? Сондай сен 5 деген санны құрастыруын білу керексің, потому что мына 5 деген сан мына жақта, солай ғой, 3 пен 10-ның санының арасына кіреді. Солай ғой. Түсінікті ма? Сондықтан да кішкентай сандардың ережелерінен құрастырылады, сестры. Кішкентай сандардың ережелерін қазір сендер бастарында қатырмаймын, әрине. Бірақ бұл важно, иә? Сендердің осы естерінде болғаны. Так, енді бір иғробты қарайтын болсақ. Например, қайсысын қарастырайық? في هذا الفصل да, сонда істейік па, или өзім есімнен ойынан жасайын ба? Так, ал жазай берейік. في هذا الفصل 10 طلاب дейміз, иә? Фиді білеміз. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر
не болады? Исм мажрур. Харф жардан кейін всегда исм мажрур жүреді, сестры. Аль-фасли, аль-артикльмен сөз келген. Исм ишарадан кейін ол не болады? Бізде бадал, мажрур болады. Ва аламату жарихил касра. және вашибхул джумля фи хазал фасли бізде не болады? Фи махалли роф, хабар муқаддам болады. Иә? Ашарату бізде не дейміз? Мубтада муаххар марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма ва хуа мудоф. Туллабин бізде мудофун илайхи мажрурун ва аламату жаррихи аль-касра. Түсінікті ма? Осында еуропа болады. То есть сандар кез келген сөйлем мүшесін ала алады, сестры. Все, осымен иншалла мына сабақ бітті. Сұрақтарыңыз болса иншалла сұрайсыңдар. Келесі сабақ бізде ад-дарсул хади вал гишрун, то есть 21-ші сабақ бізде хазад-дарсу муроджаатун. Муроджаға дегеніміз қайталау дегенді білдіреді. Муроджаға дегеніміз қайталау. Сондықтан қазір иншалла қайталап кетеміз. Сосын бізде бір ғана сабақ қалады иншалла. Ол бізде мамнуғ минас сарф иншалла. Бұл сабақ қайталау сабағы дейді. Сондықтан біздер просто өтіп шығамыз, иә? Қандай нәрселерді жалпы основной қандай нәрселерді өткенімізді жалпы осыған дейін. Хазад дарсу муроджаатун ли баъди дуруси сабиқа. Бұл сабақ қайталау дейді. Для предыдущих уроков, для некоторых предыдущих уроков. Кейбір сабақтар үшін алдағы өткен. Біріншісі асмаул ишара лил қарибил музаккар. Оны білеміз, иә? Асмаул ишара лил қарибил музаккар. Оны деген исм ишара, жақын жердегі мужской родқа арналған. Ол хаза, хаза фаслуна, хаза мактабул мударриси, хаза мухаммадун, хаза мударрисуна. Иә? Жалпы просто өтіп шығамыз иншалла. Екінші асмаул ишара лил қарибил муаннас, хазихи мадрасати, хазихи мактабатул мударриси, хазихи марьяму, хазихи мударрисатуна. Так. Үшінші асмаул ишара лил баидил музаккар, зака, залика. Мысалы, зака, заликаның разницасы кім білмейді. Мысалы, мынау хаза дейтін болсақ, мына жердегі хаза деген точка, иә. Мынау залика, анау деген, иә, мысалы. Сол я алыс емес, я жақын емес, ортадағы примерно нәрсеге зака делінеді. Түсінікті ма? Зака делінеді. Понятно? Зака, то есть ортасындағы я алыс емес, я тым жақын, немесе тым алыс та емес, я тым жақын емес, ортада примерно нәрсеге. Неге? Потому что мына залика дегендегі мына лям қосылатын, сестры. Лил буғд деп аталады. Лил буғд. Лил буғд дегеніміз алыс үшін деген. Бағид деген алыс қой. Мына лям лил буғд именно харф такой присоединяется, понятно? Поэтому зака курсииху, анау типа, анау сенің стульчигің, залика стулың дейді, залика мактабул мударриси, бұл жаңағы мұғалімнің үстелі, зака мухаммадун, залика алиин, оны иншаллах білесіңдер. Ары қарай, асмаул ишара лил баидил муаннас, тилка макатибу туллаб, біз білеміз, я, жаму ғойрул ақылдерге, я, жамусына, ақылсыздарға жамусына тилка. Мысалы, муфрат муаннастың хукмы жүреді, я, ережесі жүреді, білеміз, осындықтан тилка деген оған қолданылады. Тилка фатимату, тилкал кутубу лил мударрисина дейді. Тилкал кутубу лил мударрисина дейді. Мына жерде неге я жазған себебі? Бұл жамғу музаккар сәлим, я, сестры, жамғу музаккар сәлим. Бұлның иғробын кішкене айтып кететін болсақ, давайте мына жерде сөйлем келіп тұр, осындықтан бұл иғробын жазып кетейінсіздерге. Тилка исму ишаратин мабнiyun алал фатхи, фи махалли роф, не болады? Мубтада болады, я? Фи махалли роф, мубтада болады. Аль-кутубу не болады? Бадал, я? Марфуғун ва аламату рофхихи ад-домма, я? Аллам бар келесі, бізде аллам харфу жаррин мабнiyun алал касри ла махалла лаху минал иғроб. Ал әл-мударрисина, сестры, бұл жерде қандай падежде тұр? Аллямнан кейін не болады бізде? Исм мажрур тұр, я? Мажрур жар септігінде тұр, я? Я не знаю, не помню, сендерге говорила или нет, что жаму музаккар сәлимдер роф септігінде ғана мударрисуна деп, мударрисуна деп
тек қана ваумен жүреді, қандай септікте? Роф септігінде жүреді, иә. Ал жар септігінде немесе насып септігінде жам музаккар сәлемдер сөздері именно ямен жүреді. Сондықтан әл-мударрисина деп тұр. Неге? Потому что оның алдында лям келіп тұр. Сондықтан оған исмун мәжрурун ва аламату жаррихи не дейміз? Әл-яу ниябатан анил касрати. Неге олай айтылады? Себебі асылында исм мәжрур, асылында жар септігіндегі сөздер касрамен жүру керек, я? Сондықтан оны айтады ниябатан анил касрати. Взамен на касру, которая должна быть в основе. Понимаете? Сосын лианнаху жамгу музаккар сәлим деп аталады. Түсінікті ма? Лианнаху жам музаккар сәлим түсіндіреді. Понятно? Сосын қайда хабар бұның? Вашибухул жумля лил мударрисина фи махалли роф не болады бізде? Хабар болады. Түсінікті ма? То есть сендер білесіңдер, жам музаккар сәлімдер роф септігінде ғана ваумен жүреді. Әл-мударрисуна деп. Ал жар септігінде ол жүреді. Жар септігінде және жар септігінде және насып септігінде олар жүреді именно ямен. Бір жерден ыңғайластырып жазып оларсыңдар, я, иншалла. Так, кеттік ары қарай. Бұл қайталау сабағы, мына жерге қойып қояйын, міне. Осы жерден иншалла жазып алыңдар. Кеттік. Так. Қайда? Так. Асмаул ишара лил баид жаңа айттық, я? Сосын я уль мутакалим, ол дамирлерді айтты. Я уль мутакалим. Ол не деген? Неге ол я уль мутакалим деп аталады? Ол я, неліктен мутакалим деп аталады? Себебі бұл яның түр-түрі болады дедік, я? Бұл бірінші жақтың ясы деп аталады. Сондықтан я уль мутакалим. Хазихи мадрасати. Бұл менің мектебім. Телька хақибати. Анау менің сумкем. Хаулаи аздиқои. Менің достарым. Мыналар менің достарым. То есть я уль мутакалим өзінің алдына кәсіра қойып жүретін білеміз, және оның иғробы, алдындағы сөздің иғробы, я уль мутакалим себебінен мына кәсіраны қойып тастады ғой. Мына жерде мынау негізі қандай аздиқо деген қандай нәрсе болып тұр? Немен тұру керек егер ядан алжыратсақ? Даммамен, себебі бұл хабар, сондықтан хаулай аздиқо негізі даммамен. Аздиқо уды иғроб жасағанда хабар марфуун деп айтамыз, я. Вағалямат рухи домматул муқаддара дейміз, себебі мына я өзінің алдына кәсіраны қойып келеді. Яның иншалла иғробын сендер алдыңдар. Ямен келетін сөздердің иғробын алдыңдар. Іште ғолул махали, соның бәрі айтылады осы жерде. Келесі дамирул жамғи лил мутакалим. Не дейді? Бірінші жақтың көпше түрінің дамирі. Хаза фаслуна дейді. Бұл нә қалай аталады бізде? Нәл мутакалимина деп аталады, я. Фи фаслина ашарату туллабин. Біздің класста 10 студент. Хаза мударрисуна. Бұл біздің мұғалім. Нахну нухиббуху. Біз оны жақсы көреміз дейді. 7. Дамирул ғаиби лил муфрадил музаккар. Үшінші жақтың дамирі жекеше түрге мужской родқа арналған. Хуа фаслун уасиун. Ол жаңа кең класс дейді. Фихи нафизатани. Онда фихи, біз білеміз, я сукуның болатын болса, оған хауль ғойып жалғанатын болса, худан ол фихи деп дамир бізде кәсіраланып кететін айтылды өткен сабақтарда. Соны ұмытпаймыз, екі жағдайда. Бізде екі жағдайда. Ху деген дамиріміз хи болып кететін. Қандай жағдайда? Бірінші жағдай ол я сукуным келсе оның алдында, немесе кәсіраланған әріп келсе, кәсірамен тұрған әріп келсе. Түсінікті ма? Сонда худан хиге айналып кетеді. Фихи макатибу, онда жаңа үстелдер, парталар. Фихи сабуратун, онда тақта. Хуа минал ябани. Бұл жерде хуа дегендер олар мунфасилдер, ал қосылып жазылатындар бізде муттасил екенін білеміз, я, сөздер. Жақсы. Дамирул ғоиби лил муфрадил муаннас. Үшінші жақтың женский родын дамирі хия қарибатун. Ол жақын.
хия мадрасатун кабиратун. Ол үлкен мектеп. Ләһә сәләсәту абуабин. Онда үш есік бар. Абуабуха мафтухатун. Оның есіктері ашық дейді. Дамирул ғоибил лил жамғил музаккар. Жамғу музаккар. Көпше түрге мужской родқа арналған үшінші жақтың дамир. Каросиюхум. Олардың жаңағы орындықтары. Хум мин биладин мухталифатин. Олар әртүрлі елдерден. Хум бұл жерде муттасилда болуы мүмкін, мунфасилда болуы мүмкін. Түсінікті ме? Луғотухум мухталифатун. Олардың тілдері жаңағы әртүрлі. Алванухум мухталифатун. Олардың түрлері әртүрлі, цветтері әртүрлі. То есть алванухум. Лаунун деген оның жекеше түріндегі сөз. Лаунун. Цвет дегенді білдіреді. Динухум уахидун. Олардың жаңағы діндері бір дейді. Діні бір дейді. Манғут ва наат. Ондайды да өттік. Мадрасатун кабиратун. Фусулун касиратун. Фаслун васиғун. То есть үлкен мектеп, көп класс, кең класс, нафизатани кабиратани. Не дейді? Екі үлкен терезе дейді. Хум мин биладин мухталифатин. Қайда бұл жерде наат манғут сөстірі? Мухталифатин наат, биладин манғут. Роджулун солихун, праведный мужчина дейді. Осындай наат манғутты да біздер өттік. Наат манғутқа ереді деп өттік. Төрт нәрседе ереді дедік. Төрт нәрседе ол число, ол падеж, ол тағы не? Число, падеж, мужской род, сосын накира, мужской род, женский родта, сосын накира мағрифада еретін білеміз. 11-ші мудофун ва мудофун илейхи дейді. Онда білеміз, алхамдулилля, бұл идофа. Идофаға байланысты бізде үш ереже бар. Қандай? Мудоф не принимает артикль аль, мудоф не принимает танвин. Сестры, соны ұмытпаймыз. Және мудофун илейхи всегда мажрур. Сондықтан бұл жерде мудофқа байланысты, падежіне байланысты, мудофтың падежіне байланысты ешқандай ереже жоқ, сестры. Мудоф кез келген падежде бола алады, соны ескереміз. Тек қана дамамен көріп, дамаға үйреніп кетпеңдер. Салясату абуабин. Мудофун илейхи всегда мажрур. Үш есік. Мактабул мударриси. Мударристің жаңағы мұғалімнің партасы. Макатибу тулляби. Студенттердің жаңа парталары, оның барлығы сөз тіркестер идофа болып көрсетілген. Абуабуха. Олардың есіктері, немесе оның есіктері. Фаслуна. Біздің класс. Люғотухум. Олардың тілдері. Олардың барлығы бізде сөйлем бар ма, жумля муфида бар ма араларында? Мыналардың барлығы жумля муфидаға жата ма, жоқ па? Ойланыңдар, жатпайды. Неге? Потому что толық емес. Так, 12-ші мубтада ва хабар. Альхамдулилля, оны да біраз білдіңдер. Мубтада дегеніміз главный объект, о котором идет речь деп айтамыз, хабар. Главная информация дейміз. Не просто информация, да, информация там много может быть в сөйлемнің ішінде, жумляда. Бірақ главная информация о мубтаде, о главном объекте, это будет хабаром. Хазихи мадрасати. Және мубтада хабар біз білеміз, жумля исмияның ең басты сөйлем мүшелері. Обязательно мубтада, обязательно хабар болу керектігін білеміз, Так, хазихи мадрасати, бұл менің мектебім. Хия қарибатун, ол жақын. Абуабуха мафтухатун. Абуабу мубтада вахуа мудоф. Мафтухатун хабар. Зака курсиюху. Зака мубтадан орында. Курсию хабар вахуа мудоф. Мактабул мудариси кабирун. Мұғалімнің партасы үлкен. Мактабу мубтада вахуа мудоф. Кабирун хабар. Хаза мударрисуна. Бұл біздің мұғалім дейді. Аль-мусанна, альхамдулилля, екілікті өттіңдер. Фихи нафизатани кабиратани. Мусанна қалай құралады? Муфрат сөзге не қосылады? Муфрат сөзге әни деген қосылады. Муфратқа әни қосылады. Обязательно муфрада болу керек, сөздер. Түсінікті ме? Муфрада обязательно болу керек. Сонда ғана ол мусанна болып саналады. Мусанна болып саналады. Мысалы, китабун китабани. Түсінікті ме? Бабун бабани. Дафтарун дафтарани. Роджулун роджуляни. Обязательно мусаннада солай болу керек. Әрине бұл жерде нафизатани мубтада муаххар,
И роф септігінде мусанналар әлифпен жүреді сөз. Ал жар септігінде немесе насып септігінде олар ямен жүреді. Мысалы, қалам деп айта бердім ғой мен. Әл-қоламу, мен десек, мен екі студенттен десем, мен толи бәйіне деп айтам сөз. Түсінікті ма? Толи бәйіне деп айтам. Мен толи бәйіне. Қалам екі студенттен. Неге мен олай айтам? Потому что мен харф жар, одан кейін обязательно исм мажрур болу керек. Понимаете? Ал мусаннада екі студенттен, қалам екі студенттен. Мусаннада бізде ямен жүреді сөз. Всегда жаңағыдай әне деп үйреніп қалмаңдар. Түсінікті ма? Ямен жүреді. Иншалла, ол мусаннаны екінші томда өтесіңдер, так что не переживайте, если что-то непонятно. 14-ші әл-ғадат. Әл-ғадат. Сандар. Бүгін өттік, альхамдулилля, сәләсәту абуабин, ашарату туллябин. Олардың конспектілерін қарап өздеріңе толықтырып аласыңдар, если что. 15 харфул жар дейді, альхамдулилля, көптеген бірнеше харф жарларды өттік, я. Фил мадрасати фусулун. Мектепте класстар. Фи фаслина ашарату туллябин. Біздің класста 10 студент. Хум мин биладин мухталифатин. Олар әртүрлі елдерден. Абуабуха. Абуабу мудоф, ха мудофун илейхи дейді. Фаслуна тоже идофа. Хазихи мадрасати, хазихи мубтада, мадрасати хабар. Я ул мутакалим мудофун илейхи. Зака курсиюху. Олардың иғраптарына айтып кеттім, иншалла. Мактабул мудариси кабирун тоже олардың иғраптарын айтылып кетті жалпы, я. Бұл жерде идофалар бар, не қарасаңдар, қысқа беріп кеткен. Альхамдулилля, осымен иншалла аяқтаймыз бүгінгі сабағымызды. Бізде соңғы сабақ, иншалла, әл-мамнун нассар, сол қалады. Альхамдулилля, баракаллаху фикум ва джазакумуллаху хайран. Субханаке Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Сұрақтарыңыз болса, сұраңдар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.